Қайырлы күн, Саясат Нұрбекұлы. Маңғыстау өңіріне қош келдіңіз. Рахмет. Вы являетесь инициатором проекта «Атласа новых профессий Казахстана», который должен стать новым инструментом профориентации. Каких результатов удалось добиться на сегодняшний день? Енді жаңа мамандықтар атласы деген үлкен ұлттық жоба. Қазіргі таңда үш негізгі үлкен бағытта жобаның нәтижелері қолдануда. Біріншісі ол еңбек министрлігі тарапынан пысықталған еңбек нарығының және еңбек күшінің, Қазақстан Республикасы еңбек күшінің болжамдау моделі пысықталды. Бұл модельдің маңыздылығы біз тұңғыш рет ұзақ мерзімді 10-15 жыл, орта мерзімді 5-10 жыл және қысқа мерзімді 1-3 жылға арналған болжам жасап жатырмыз. Бұл жұмыс берушілерге, жоғары оқу орындарына, кез келген білім беру ұйымына өте керекті бір құрал. Неліктен, неге десеңіз, әр салада, әр өңірде қандай еңбек күші керек болады, еңбек күшінің қалай қалыптасып жатыр, қандай жаңа талаптар, қандай жаңа сұраныстар пайда болып жатыр. Осыны пысықтайтын, егжей-тегжейлі көрсете алатын бір модель жасалдық. Екінші үлкен бағыт ол стратегиялық негізгі сұрақ, орта мектептерге арналған кәсіптік бағыттау моделі. Қазіргі таңда өкінішке орай бізде 7,5 мыңға жуық мектебіміз бар, орта мектебіміз бар Қазақстанда, бірақ кәсіптік бағыттау моделі біркелкі, кешенді, бір тұтас, бір ортақ методикалық, әдістемелік негізделген принциптерге негізделген ондай модель қалыптаспаған Қазақстанда. Сондықтан кәсіптік бағыттау көп жағдайларда дұрыс ұйымдастырылмайды. Ал еңбек нарығының негізгі проблемалары сол орта мектептен басталады. Қазіргі таңда білім министрлігінің керекті бұйрығымен бекітілді осы модель. Осы жылдан бастап, яғни осы білім жылы, келесі календарлық оқу жылы, келесі календарлық жылдан бастап ақырындап мектептерге енгізілетін болады. Бұл модельдің ерекшелігі 1-11 сыныпта 3 үлкен сатыға бөлініп тастаған әр мектеп оқытушысына, әлеуметтік педагогтарға, кәсіптік бағыттаушыларға, класс жетекшілеріне біз керекті, толыққанды әдістемелік құралдарды беретін боламыз. Яғни енді кәсіптік бағыттау жұмысы біркелкі, бір бағытта атластың нәтижелеріне сүйеніп атқарылатын болады. Үшінші үлкен бағыт ол әрине оқу ұйымдары, білім беру ұйымдары, кәсіптік білім беру, жоғары білім беру ұйымдары енді атластың негізінде жаңа бағдарламалар пысықтайтын болады. Яғни білесіздер, білім оқу мазмұнның жоспарларды жиі ауыстырып тұруымыз керекпіз. Өкінішке орай, неге десеңіз, қазір енді бүгінгі форумның да негізгі мағынасы сол, жаңа мағына пайда болып отыр. Жаңа сұраныс, жаңа талап, жаңа дағдылар, жаңа мамандықтар, жаңа кәсіптер. Сондықтан білім беру жүйесі өкінішке орай қазіргі таңда артта қалып бара жатыр. Яғни өндірістер, өнеркәсіптер, салалар қашып кетті, білім беру жүйесі әрдайым артта қалып жатыр. Осы арақашықтықты жабу үшін қазір атлас жақсы қолдануда. Биылдың өзінде біз 20-дан астам жаңа оқу бағдарламаларды бастайтын болдық. Енді қазіргі кезде негізінде кәсіптік білім беру жүйесінің деңгейінде, колледждердің деңгейінде, бірақ ақырындап тұңғыш бакалавриат бағдарламаларды енгізілуге бастады. Мен бүгін айтып кеттім форумда, Атырау мұнай және газ университетімен бірігіп біз болжамды аналитика сараптамалық жаңа бакалавриатты бастаймыз. Мұнай газ саласында үлкен тапсырыс берушілер, үлкен консорциум, NCOC, ТШО, Шеврон компаниясы және де Атырау мұнай үнемдеу зауыты. Бұл жобамен сіз дұрыс түсінсем басталып кетті, да? Колледж аясында, колледждер аясында. Жақсы, қандай мамандықтар жойылып кетеді сіздің прогнозыңыз бойынша? Қандай мамандықтар бізге қажет деп ойлайсыз? Атластың аясында 9 басымдық бағыты, 9 басымдық сала бойынша 129 мамандық өкінішке орай келесі 10-15 жылда ақырындап еңбек нарығынан кететін болады, жойылатын болады. Біз оларды зейнеткерлік мамандықтар деп атап кеттік. Профессия пенсионері деген сондай бір ұғым бар. Бір-екі мысал келтірейін, бірақ оларға тән бірнеше негіз принцип бар. Бірінші принцип, кез келген мамандық
біркелкі, қайталанатын, автоматтандыруға бейімделген бір мамандықтар, олар бірінші қатарда кетеді. Мысалы, құрылыс саласында учетчик деген адамдар бар, сметчик деген емес, учетчик деген адамдар. Олар білесіздер, жұмысшылар келеді, құрылысқа солардың несін жүргізеді, келді ме, кетті ме, қашан келді, қашан кетті, бригада болды ма, толыққанды, болған жоқ па, қандай жұмыстар атқарылды, солардың несін жүргізетін. Учет жүргізетін. Бірақ қазір көп мысалы құрылыс компаниялар проходнойда нелерді қойып қояды, карт бақылау жүйелерін қойып қояды, мысалы немесе RFID нелерді қолданады, көп жерлерде сол қазір. Кәдімгідей құрылысшының кіргенің, шыққаның бақылап отырады автоматты түрінде. Сол автоматтандырылған жүйе сосын бухгалтерияға, есепшілерге түседі, немесе кадр бөліміне түседі. Олар табельдарды жинақтайды солай. Бұрын табельщик деген адам болды мысалы, дәл осы неде. Тағы да бір көрініс, мысалы, тау-кен саласында қазіргі таңда автоматтандыру өте жоғары деңгейге жетті. Көп ірі компаниялар автоматтандырылған жүйелерді енгізуге бастады. Сондықтан көптеген бір қатар мамандықтар ақырындап кетуге басталды. Мысалы, концентраторщик деген бір мамандық болды. Ол кен келе жетеді. Сол кенді бақылап отырған бір адам, концентрациясы, яғни мысалы ірі бір үлкен тастар түссе конвейерға, оны үгіту үшін басқа жерге бағыттандырып жүреді. Сол кәдімгідей адам қарап отырған бұрын. Өте тәжірибелі, бұл өте маңызды негізі мамандық. Бірақ қазір көп жерлерде камераны қойып қояды, жасанды интеллект, алгоритм өзі автомат түрде қарап тұрады. Бұл камера ұйықтамайды ешқашанда, жалықпайды, темекі шекпейді, 24 сағат істеп тұрады. Ал концентрация келеді, шығып кетеді, біреу звондап қалады, немесе ұйықтап қалжып кетуін адам негелесен. Сондықтан қазір мысалы концентрацияларда осылай ақында, немесе аккумуляторщиктер. Бұрын аккумуляторларда қышқылдың деңгейі түсіп қалады, соны ашады, қышқылдың деңгейін өлшеп тұрып, қышқылдарды қосып тұратын бір арнайы адамдар болған. Қазір көп аккумулятор жасайтындар жабық 5 жылдық, 3 жылдық гарантиясын, кепілдігін беріп қояды да, оны ашуға да мүмкін емес. Олар ашылмайтын бір аккумулятор шығаруға бастады. Сондықтан ақырындап аккумуляторды кетуге бастады. Сондықтан екінші үлкен принцип автоматтандыру мен жаңа технологиялардың арқасында көптеген функциялар, бұрын адам атқарған көптеген функциялар ақырындап жойылуға басталады. Сондықтан осы жауапқа толыққанды әр салада қандай мамандар, қай сәтте ақырындап осы еңбек нарығынан шығатынын Атластың сайтына кіріп, біздің көрермендерге соны шақырам. еңбек.kz сызықша Атлас сайтында 3 тілде қазақ, орыс, ағылшын толыққанды осындай ақпараттар берілген. Рахмет. Енді сіздің талапкерге, абитуриентке қандай кеңесіңіз бар, чтобы они не оказались не необходимыми, хотя вы уже проговорили то, что они могут зайти, проанализировать, да, на ваш сайт, на какие специальности им поступать, чтобы они не оказались за горизонтом рыночных отношений? Я бы дал 3 совета, очень простых и практических. Первое. Никогда не отдавайте выбор профессии вашей будущей кому-либо. Потому что у нас родителям даже родителям. Потому что, к сожалению, родители ориентируются на собственное субъективное зачастую понимание рынка труда. Они ориентируются на мнение каких-то своих знакомых, коллег, людей, которые они считают важными или понимающими рынок труда. На самом деле рынок труда меняется очень быстро. И опыт наших родителей зачастую, может быть, вообще даже не поможет нам, или он бесполезен, или даже вреден, потому что они опираются на собственный опыт человека 20 века, тогда как так сильно все поменялось, что этот опыт вообще не нужен. Второй практический пример. Честно, завершая первую мысль, молодому человеку в сегодняшнее время легче слушать свои внутренние ощущения и ту информацию, которую он получает, нежели своих даже родителей или старших людей старшего поколения. Второе.
пожалуйста, не ориентируйтесь на те профессии, которые сейчас востребованы. Потому что у нас вот Министерство труда публикует там вот самые востребованные профессии там, по итогам 2020 года. Для вас они бесполезны. Почему? Потому что вам надо еще учиться 4 года, потом еще там, возможно, магистратура. Ориентируйтесь на те профессии, которые будут востребованы через 5 лет, а еще лучше через 10 лет. Потому что это будет то время, когда вы будете работать, а не те профессии, которые сейчас нужны. Третий совет. Используйте атлас, потому что мы потратили 3 года жизни, чтобы создать вот такой инструмент, сделать детальный анализ, очень глубокий, по каждым отраслям, по каждой отрасли. Мы сейчас продолжаем работу, начинается второй этап, большие отрасли начинаем сейчас запускать, и мы там очень детально показываем, что будет востребовано через 5 лет, через 10 лет, какие навыки нужны будут молодым людям для того, чтобы быть востребованными в той или иной отрасли. В какие вузы Казахстана потихоньку начинать строить новые программы под эти востребованные профессии. Какие предприятия, какие работодатели уже начинают запрашивать, и в каком временном промежутке будет усиляться этот спрос на тех или иных специалистов. Поэтому вот мы создали для всех родителей, абитуриентов, профориентаторов, преподавателей, любых людей, кто заинтересован в будущем рынка труда, вот такой прикладной максимальный инструмент, поэтому им обязательно пользуйтесь. И если у нас еще есть время, я бы 5 отметил отраслей, на которые растет сейчас очень сильно спрос, и в ближайшие 5... Это был мой следующий вопрос, вот то, что вы посоветуете университету Есенова. Это чисто вот мой личный вопрос, вот исходя. Какие, допустим, образовательные программы должны у нас открыться? Для Есенова, для вашего университета, Есенов University, в первую очередь, конечно, нужно очень жестко привязываться к запросам местной экономики, региональной экономики. Почему? Потому что так или иначе все-таки ваш вуз региональный. Он крепкий, добротный, сильный региональный университет, единственный. Поэтому мы вот сейчас в рамках нашего Есенов форума мы предложили разработку регионального атласа Мангустауской области, который будет максимально учитывать специфику, потребности, запросы и изменяющиеся условия для региональной экономики. Вот как раз Нурлан Аскарович Ногаев, аким области, присутствовал, вот я напрямую к ним обратился, и мы поможем акимату, мы поможем региональной власти, акиму нашего региона очень глубоко и детально понять, что меняется в структуре экономики его региона. Ключевые работодатели нефтегазового сектора, там, Морпорт, растущий сектор услуг и гостиничного бизнеса. Вы знаете, открылись крупные сейчас международные гостиничные сети в Ахтау. Вообще даже не исчерпан, даже еще полностью даже на пик своего потенциала не вышел потенциал туристический потенциал региона, сельскохозяйственный потенциал региона, транспортно-логистический потенциал региона. Поэтому здесь не надо гнаться университету за какими-то призрачными, там, может быть, даже популярными или там вкусными профессиями, там, data science, там. Даже если за ними гоняться, только в максимальной привязке к запросам экономики региона. К примеру, да, там, для транспортно-логистического там, кластера data science нужен, но в практической плоскости, для анализа маршрутов, анализа товаропотока, грузопотока, анализа, это называется supply chain management, анализа цепочки доставки, поставок, для формирования там определенных прогнозов по загрузке терминалов там, и так далее. Здесь Data Science нужен, например. То есть не надо гоняться за какими-то популярными вещами только потому, что они популярными. Если они имеют прикладное значение и какую-то применимость для конкретных запросов местной экономики, нужно обязательно брать их на вооружение и вкраплять, внедрять существующие программы. Также не надо сильно там радикально идти, создавать новые программы с нуля. Это очень долго, это очень дорого. Для этого нужны принципиально новый пул преподавателей. Для этого нужно радикально пересматривать там материально-техническую базу, оснащенность. Нужно идти маленькими шагами, я называю это теория малых побед. Например, вот мы первую программу по предиктивной аналитике оборудования нефтегазовой отрасли внедряем на базе Атырауского университета нефти и газа.
Мы не стали создавать новый бакалавриат. Мы взяли существующий бакалавриат инжиниринг нефтегазового оборудования и туда вставили майнер. Это прекрасная, кстати, возможность, специализацию по предиктивной аналитике оборудования. И это хороший такой пример, кейс для Траузского, для Есенинского университета, чтобы корректировать, дополнять существующие программы и потом строить фундамент уже для более совершенных программ обучения. Большое спасибо за интервью, за содержательные ваши ответы.